Ер адамның психологиясы мынандай: мен еркекпін, мен қазір осы моментте мықты тұрып алуым керек осы жерде. Қазір осы жерде менің айтқаным болып өткен психология еркекте бар. Осыны Құдай берген оларға. Күйеуіңіз осындай болды ма, біліңіздер, ол күйеуіңіздің былайша айтқан кезде табиғи психологиясы дұрыс деген жігіт ол. Егер ашуланбаса, бір ауытқулар бар демек сіздің күйеуіңізден. Ашуланамайды, тұратын жерде тұрып бере алмаса, демек күйеуіңізде бір кемшіліктер бар. Негізінде дұрыс ер азаматта осындай психология болған адамда ол дұрыс қалыпты жігіт екен. Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде «Ар-риджалу қаувамун аля ниса» деген Құранда аят бар. Алла Тағала айтады, еркектерді әйелден үстем қылып жаратқан дейді Алла Субхана ва Тағала. Ер адам үстемдігін сезінеді. Әсіресе отбасында көрсеткісі келеді кейде, сіз сол жерде сәл қоя салыңыз. Ашу басылсын, бәрі орнына келсін, кейін орны келген кезде ақырындап айтып шешуге де болады сол нәрсені. Бірақ ашуланған кезде ешқашан айтқаныңызға жете алмайсыз. Ешқашан сіз бір нәрсені оған ұғындыра алмайсыз. Ол сізді тыңдамайды да, өйткені ол сізге қарсы басқа нәрсені айтқысы келіп тұр қазір.